Алдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек жаңа тәртіппен берілетін болады. Осыған байланысты ақпараттық насихаттық топ Кентау қаласында болып тұрғындармен кездесті. Қала әкімдігінде өткен жиынға облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Нұржан Нұрашев арнайы қатысып, баяндама жасады. Тұрғындарға келер жылдан бастап енгізілетін жәрдемақылар мен әлеуметтік көмектерді алудың заңдылықтарын кеңінен түсіндірді. Атаулы көмекті тағайындау кезінде де жаңағы жетіспейтін соманы, 21 мыңға жетіспейтін соманы арасында разницасын төлеп келген. Ал балаларға бәріне кедейлік деңгейінің 70%-на дейін толық төленген. Биыл балаларға да әке-шешесіне де кедейлік деңгейінің 70%-на жетіспейтін соманың жаңағы соманы ғана төлейді. Аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына 1-ден 6-ға дейін, 6-дан 18-ге дейін пакет ұсынылатын болады. Ол мысалы әртүрлі жаңа тамақ, витаминдер, мысалы мектепте жүргенде тамақ ішеді, аз қамтамасыз етілген балалар бір жолғы киіммен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ жол шығындары субсидияланатын болады. Негізгі бағыттар осылар. Баяндамашы сөзінше мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек отбасының орташа табысы жан басына шаққандағы облыстарда республикалық маңызы бар қалада белгіленген кедейлік шегінен аспайтын адамдарға немесе отбасыға шартсыз және шартты ақшалай көмек түрінде беріледі. 2019 жылдың ең төменгі күнкөріс деңгейі 29.698 теңге көлемінде белгіленіп, шекті өлшем күнкөріс деңгейінің 50-ден 70%-ға дейін ұлғайтылған. Жан басына шаққандағы орташа кірісі 20.789 теңгеден төмен отбасылардың атаулы әлеуметтік көмек алуға құқы бар екенін еске салды. Атаулы әлеуметтік көмек табысы аз отбасыларға, соның ішінде көпбалалы отбасыларға төленеді. Атаулы әлеуметтік көмек алатын барлық еңбекке қабілетті отбасы мүшелері жұмыс істеуі тиіс екендігін атап өтті. Атаулы көмек алатындар мысалы кедейлік деңгейінің мысалға 70%-ын жетпеген азаматтар алады. Былтыр сол жетпеген азаматтар алған, бірақ егерде мысалы әке-шешесі басқа да 18 жастан асқан азаматтар, жаңа еңбекке қабілетті азаматтар жұмысқа тұрмаса, сол адамдарды қысқартып тастаған. Ал қазір егерде бір отбасында бір адам отбасында жұмыс істемейтін болса, яғни жұмыс істеуге қарсы болатын болса, отбасының барлық мүшелеріне атаулы әлеуметтік көмек төленбейді. Биыл 2020 жылдан бастап. Көпбалалы отбасылар үшін республикалық бюджет есебінен мемлекеттік жәрдемақы енгізіледі. Бұл мемлекеттік жәрдемақыны төлеу отбасының табысына тәуелді болмайды және барлық көпбалалы, яғни 4 және одан да көп кәмелеттік жасқа толмаған балалары бар отбасыларға төленеді. Отбасыларға 4 баладан және одан жоғары отбасыларға мемлекеттік көмектер көрсетіліп отырады. Негізінде орта есеппен әр балаға 10-11. Олар жылдағыдай табысын, квартал сайын табысын дәлелдеп, басқа да құжаттар тапсырудың қажеті жоқ. Барлығына бірдей автоматты түрде есептелінеді, бірақ кейбір көпбалалы отбасылардың балалары әр жерде пропискеде тұрған кезінде олар міндетті түрде бір жерге арыз берушілердің пропискасында тұру керек. Сол жұмыстар жүргізілуде және 2018 жылдан бастап жаңадан туылған балалар болса, соңға барып құжаттарын өткізу керек. Содан кейін ай сайын көпбалалы отбасылар мемлекеттік жәрдемақыны алып отырады. Қабылданған шаралардың нәтижесінде аз қамтамасыз етілген және көпбалалы отбасылардың еңбек әлеуеті ынталандырылады. Олардың кірістерін арттырып, әлеуметтік жағдайларын жақсартатын кәсіпкерлікке тарту үшін мүмкіндіктер мен жағдайлар жасалады. Осылай деген қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Бақытжан Айтбаев жиынды қорытындылады. Кентау қаласынан Жандос Семірбек, Қамбей Сейітов, Тұран Түркістан.